Çok vermeye bakıyoruz. Өткенде кітап ұйымдастырғанбыз келмей қойды. Енді кітап жоқ. Ғылыми мәтінге қандай талаптар қойылады? Шамалы айтып шығайыншы. Мен сіздерге екі форматында жіберген болатын. Қайсысы кімге ыңғайлы алып көрсеңіздер болады. PDF нұсқа бірнеше тақырыптан қамтып өтеміз. Бірақ ол аз уақыттың ішінде мүмкін емес. Негізінен грамматикаға, морфология дейтін бөлек пәндер бар. Бізде енді сабақ арасында оның бәріне терең кіріп кетпесек де, соларды жақсы білімдер жиынтығы айтаны. Антизитик тағы бір тапсырма бар. Нөл-бір дейтін кодтармен жасалады, иә? Жақсы. Енді сан есімге қатысты айтқан кезде біз мына нәрселерді ескеруіміз керек. Санды айтқаннан кейін көпшілікке емес нақты мамандық иелеріне. Жоқ, ғылыми көпшілік. айтамыз. Нақтылығымен, объективтілігімен және сөздік бояудың аз болуы. Негізінен солай ажырап жатады, иә? Уақыттың өтуі субъективті түрде байқалмай, өте жылдам. Зерттеушілердің пікірі бойынша себебі ғылыми тұрғыда зерттеушілердің пікірі бойынша зерттеліп алынды. Бізге бесеуін істеңдер деп айтты ғой. Аға да сіздің сұрағыңызды не айтып отырмын. Қате дейсіз. Қате, иә. Бәрі қате бұнда. Нақты логикалық баяндау мысалы, бұл көрсеткіштер мәселенің өзектілігін дәлелдейді. Жақсы, Жансая өзіңіз аяқтап қойыңыз. Ғылыми терминдердің тіркес құрайды, етістікті терминдердің үйлестіріп қолдан реакция жүреді, қорытынды жалғасады, нәтиже анықталады дейді. Сөйлемдер өзара байланысты болуы тиіс. Дұрыс па? Тиістікке байланысты болуы тиіс. Үстемді қолданатындар ше? Как сөйлеу қалай дейміз? Не болды? Ол не тапсырма зағи? Қолданылады. Сандық. Бәріңіз білсін олыңыздар ғой мәселесі. Sarayım.